әуенге жаттығу жасаймыз, жарай ма? Бірінші басымыздан бастайық, ақтидар. Мойнымызды, басымызды қимылдатып бастаймыз. Қане, қолға бірінші 1, 2, тағы бір қайталаймыз. Енді иығымызға. Алдыға 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, енді қолымызды оңға. 1, 2, 3, 4. Енді отырып тұрып, аяғымызды жаттықтырып алайық, я? Отырып тұра аламыз ғой. 1, 2, 3, 4. Тағы бір қайта. Жақсы болдық па? Бүгінгі күнді қане үй тапсырмасы мазмұнын айту еді. Бұл жерде менің түсінгенім бойынша Күләш апамыз өнерге жақын болыпты, әнге жақын болыпты. Әнге жақын болғаны соншалықты оның әкесі жасын әжептәуір әнші болыпты. Ал ең бірінші ағасы жасын Манарбек ағасы ол да әнші болыпты. Ал Айтбек ағасы да ол да әнші болыпты. Сынайға қосылып ән айтатын болыпты. Енді бұл жердегі Күләш апамыз өте дәмді болып өскен. Әкесі де әнші, ағасы да. Қос ағасы да өнерге жақын, я, отбасымен. Өнерге жақын болғанда Күләш та жақын болып келіп өсе береді. Мінезі ашық жарқын болған. Және ішіне кек сақтамайтын болған. Қатып қалуды білмейтін. Және қазақтың содан бері Мәскеуде 1936 жылы Мәскеуде болған қазақ өнерінің алғашқы. Жарайсың, Ақтидар. Бұл мәтінде Ақтидар естелікке құрылған ба, құрылмаған ба, Ақтидар? Естелікке құрылған. Өйткені бұл жерде неліктен естелікке құрылған деп ойлайсың, Ақтидар? Бұл жерде менің ойымша Күләш апамыздың өмір баяны жазылған. Я, естеліктері, я, оның өмір баяны, өмір тарихы, естеліктері жазылған, я. Өте тамаша, жарайсың, Ақтидар. Үйге берілген тапсырма 4-ші тапсырма еді. Орындадық па, Ақтидар? Қане мен бір көріп жіберейін. Я, Күләштің, жасын Күләштің әкесі, Манарбек пен Айтбек Күләштің ағалары, Күләш қыз жібек рөлін сомдаған қазақтың бұлбұл халық. Өте жарайсың, Ақтидар, өте тамаша. Керемет орындапсың үй жұмысын, Ақтидар. Яғни, бізге Күләш апамыз туралы, Ақтидар, түсінікті болды ма саған өткен тақырып, Ақтидар? Күләш апамыз туралы түсінікті болды. Сабақ түсінікті болды ғой, я? Маған сұрағың жоқ па өткен тақырып бойынша? Сұрағың жоқ. Жарайсың, онда сұрағың жоқ болса, Ақтидар, жаңа сабағымызды бастайық. Біздің бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы батырдың мінезі, яғни батыр ата туралы екен, Ақтидар. Кім ол батыр ата деген? Ол батырдың мінезі, қандай батырдың мінезі туралы айтылған жөнінде танып білетін боламыз. Ақтидар, біз бүгінгі жаңағы суретте көріп отырғандай бұл кісіні танисың ба? Танисың. Кім бұл кісі? Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы атамыз, я? Яғни бұл кісі жаңағы соғысқа барған. Осы бүгінгі тақырыбымызда, Ақтидар, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырмада Ұлы Отан соғысына қатысты ерлік туралы сөздерді дұрыс түсініп оқы дейді, жаттап ал. Енді талдайық. Батыл болмай, батыр болмайсың дейді. Қалай түсінесің? Батыл болмай, батыр болмайсың дегенде. Бұл жерде менің түсінігім бойынша, батыр болмасаң, батыл болмасаң, батыр болмайсың. Батыр болуымыз керекпіз. Ал батыр болмасақ, батыл болмасақ, батыр бола аламын. Батыл, ержүрек болмасақ, біз батыр бола алмаймыз. Бүгінгі сабағымыз біздің Бауыржан Момышұлы атамыз туралы болғандықтан, сол атамыздың өз даусымен жазған, жаңағы айтқан әңгімесін тыңдайық бейнежазбадан.
қасіретті, яғни соғыссыз қасіретін көрмеген ешбір мемлекетте отбасы жоқ дейді, иә. Барлығы біреуі жаңағы солдаттың сағынышы, ата-ананың сағынышы деп кеттім Ақтидар. Ата-ананың сағынышы, баланың жаңағы жетім қалған баланың, жесір қалған әйелдің, иә, жаңағы сондай барлық қайғыны, қасіретті барлық отбасы тартты дейді, иә. Өте жаңағы әсерлі өз дауысымен жазылған бейнежазба екен, иә. Өзіңе не түйдің Ақтидар? Бізге тәуелсіздік оңай келген ба? Оңай келмеген. Иә, оңай келмеген. Біздің батыр осындай ержүрек қайсар аталарымыздың арқасында осы күнге жетті. Иә, осы күнге жетті, иә. Енді Ақтидар, бүгінгі біздің батырдың мінезі деген мәтінін мен саған оқып түсіндіріп өтейін, иә Ақтидар? Мұқият тыңдаймыз. Шайқас кезінде жауынгерлерге жігер беретін ең күшті жебеуші нәрсе не Бәуке деп сұрадым батырдан. Командирдің жеке басының қайраты деді Бәуке. Яғни бұл жерде бізге жазған авторымыз Мұхаммед Ғабдуллин дейтін атамыз, жазушы, ғалым кісі. Бұл да жаңағы соғысқа барған кісі, жаңағы Бауыржан Момышұлы атамызбен сұхбаттаспаған. Сол кезде сұрайды екен. Шайқас кезінде жауынгерлерге жігер беретін ең күшті жебеуші нәрсе не деп сұрайды. Сол кезде не деп жауап береді? Командирдің жеке басының қайраты дейді, иә. Осыған байланысты өз майдан жолыңыздан бір әңгіме айтып беріңізші Бәуке. Немене мақтана береді дейді. Яғни осыған байланысты өз майдан жолыңыздан бір әңгіме айтып беріңізші десе, біздің Бауыржан Момышұлы атамыз не болған? Жоқ болған оқиғаны айтып беруіңізді сұраймын. Тыңда ендеше дейді. Бір жолы біздің батальон қалың орманға қарай бет алды. Орманға 150-200 метр қырғи таянып қалдық. Оқ бойы алдымыздан бара жатқан екі шолғыншы жауынгердің біреуі көмілге минаға ұрынып аспанға ұшты. Екінші шолғыншы да алға қарай бір-екі аттап қалғанда минаға соғылды. Яғни Ақтидар, бұл жерде тыңда дейді ендеше. Бір жол біздің батальон қалың орманға қарай бет алады дейді. Орманға 150-200 метр қалған кезінде оқ бойы алдымыздан бара жатқан минаға жолығады екен, иә. Оны бірінші шолғыншы келе жатып біреу басып қалып, ол аспанға қаратай ұшты, иә. Екінші шолғыншы да басып болды аспанға қарай. Иә, енді бұл жаққа қаратай жүру қауіпті ма, қауіпсіз ба? Қауіпті, бірақ өте қауіпті. Тәуекелге бел байладым да атпен алға тура жүріп кеттім. Орманға жеткен соң бұрылып кейін қайырылдым. Осылай ерсілі-қарсылы екі рет жүріп өтіп із салдым. Сонан соң жауынгерлерге менің астыма мінген атым бар еді дейді, иә. Кетті осылайша екі рет жүріп өтіп із жасайды, иә. Сөйтіп, еріңдер соңымнан дейді. Бір ғана қатармен, бірінің артынан бірін менің ізіммен тұп-тура жүріп отырыңдар деп бұйрық береді. Яғни, еріңдер дейді, иә. Барлығы жаңағы Бауыржанның арқасында аман есен өтеді екен, иә. Сөйтіп, мина көмілген жерді кесіп жүріп, тәуекелге бел болған адамды қорқыныш билемейді деп, жаңағы өзінің белге бел байлап, сол ізбен өзінің жауынгерлерін ертіп, іс жасап, артынан ертіп өтті, иә. Тәуекелге бел болған адамды ешқашан қорқыныш билемейді дейді. Ең соғыста қауіпті нәрсе ол паника, яғни үрейленсең, үрейге еріп, паникабайт етіп, не қыласың? Өзіңнің жаңағы батылдығыңды барлығынан айырылып қаласың, иә? Қорқыныш басып кетеді. Сондықтан үрейге бой алдырмай, тәуекелге бел болып, алдыға қарай ұмтылды, иә? Жарайсың. Бұл әңгімені бізді Ақтидар, бізде 4-ші тапсырма. Мәтіндегі оқиға кімдердің арасында құрылған екен Ақтидар? Маған жазып бере қойшы. Мәтіндегі оқиға кімдердің арасында болған деп жазып қойдым мен. Енді сен өз жауабыңды жаза қой. Кімдердің арасында болған? Жарайсың Ақтидар, оқып берші маған. Мәтіндегі оқиға Бауыржан Момышұлы
мен оның жауынгерлерінің арасында болдым. Иә, мәтіндегі оқиға Бауыржан Момышұлы атамыздың арасындағы жауынгерлердің екеуінің арасында болған оқиға екен, иә? Жарайсың. Енді Ақтидар 5-ші тапсырмада мәтіннен нақыл сөзді тауып, дәптерге жаз дейді. Мәтінде бізде бас жағында не жөнінде айтылған? Бас жағында сұхбат жөнінде. Иә, сұхбат және болған оқиға жөнінде бізге нақыл сөз мәтіннің аяқ жағында кездескен. Иә, қай жерде? Қане маған оқып бере қойшы, Ақтидар. Тәуекелге бел буған адам қорқыныш билемейді. Иә, тәуекелге бел буған адамды қорқыныш билемейді дейді. Жарайсың, дәптеріне жазып қоя ғой. 5-ші тапсырма. Тәуекелге бел буған адамды жарайды, Ақтидар. Яғни оқи қойшы, қайтадан. Нақыл сөзін Бауыржан Момышұлы атамыз. Тәуекелге бел буған адамды қорқыныш билемейді. Тәуекелге, яғни қорқынышын жеңе білген адам, иә? Енді Ақтидар, сәл бойымызды сергітіп алайық. Біз сізге осы тәуелсіздік, осы батырымызды, аталарымыздың арқасында неге біз жеттік? Иә, біз тәуелсіздікке жеттік, иә? Тәуелсіз мемлекет болдық. Биыл тәуелсіздігіміздің неше жылдығын тойладық? 30 жылдығын. Иә, енді осы бойымызды сергіту сәтіне тәуелсіздік туралы өлең білеміз бе, Ақтидар? Иә, айта қойшы қане маған. Таңа атсынерім. Тәуелсіздік таңа атсынерім. Тәуелсіздік оңай бізге келген жоқ. Ұлы қыздарым оны қолдан берген жоқ. Отан үшін құрбан болған біз тоқтар. Ел есінде қалды мәңгі өлген жоқ. Әрқашан тыныш болсын түніміз, шуақ шашсын ışық аспан күніміз. Кеше ғана азаттықты аңсаған, бүгін ірі елдердің біріміз. Жалыным бар, ешкім оны сөндірмес. Бұл әлемде қазақ жерін кім білмес. Қонақ жайлы азат елі көп ұлтты. Қазақстан еліне ешкім тең келмес. Халқым маман өмір кешейік, елімізді қорғап мәңгі жүрейік. Бар адамға менің бір ғана тілегім, бейбітшілік қасиетін білейік. Өте тамаша, Ақтидар, жарайсың. Бұл сенің тәуелсіздікке жаттаған өлеңің, иә? Біз сергіту сәтінде түсіріп, тәуелсіздік бізге оңай келмегенін біліп жүреміз, иә? Яғни осындай батыр аталарымыздың арқасында, батыр апаларымыздың арқасында, ер жүрек қайсар мінезді кісілердің арқасында біз осындай тәуелсіздікке жеттік, иә? Енді Ақтидар 7-ші тапсырмада осы нақыл сөздерді, жеке сөздерді пайдаланып, яғни 1-ші тапсырмада бізге берілді ғой, жаңа талдап өттік қой нақыл сөздерді. Сол жердегі жеке сөздерді пайдаланып, мен қазір қабырға газетін ілемін, постер жасаймыз, Ақтидар. Яғни Бауыржан Момышұлы атамызға мен қабырға газетін іліп қойдым. Осы 1-ші тапсырмада бізге жаңағы нақыл сөздер берілген еді, иә? Сол сөздерді пайдаланып, біз 7-ші тапсырмада Бауыржан Момышұлы атамызды сипаттаймыз, иә? Қане, жаза қойшы қолыңа. Бауыржан Момышұлы атамыз қандай болған? Батыл болған, иә? Батыл болған. Өте батыл болған. Үлкен жаза қой, көрнікті батыл. Батыл дегенде. Өшіргіш. Қайра тағым. Өжет. Өжет, аха. Тағы қандай болған? Тағы қайра тағы ер жүрек. Жарайсың, ер жүрек болған. Ер жүрек болған, иә? Тағы келе ғой мына жерге. Тағы тәуекелшіл болған. Тәуекелшіл болған, жарайсың. Осы тәуекелшілдігінің арқасында өзінің жаңа мәтінде жауынгерлеріне қылды? Жауынгерлерін қорғап қалды. Иә, қорғаныс жасайтын жеріне
жеткізді, иә? Жарайсың, отыра қояқ дейді. Жаңағы мәтінді есімізге түсіріп, көз алдымызға осы әңгіме бойынша қандай сурет салар едің дейді. Қандай сурет салар едің? Көз алдымызға елестетейікші, маған айта, көз алдыңа елестетіп, қандай сурет салар едің? Мен көзіме елестетіп, тәуелсіздік елімізді салар едім. Тәуелсіз Қазақстанымызды ма? Иә. Не себепті олай салар едің? Өйткені ол біздің еліміздегі батырларды, біздің елімізді батырлар қорғап қалған үшін. Иә, осы батыр аталарымыздың арқасында біз неге жеттік? Тәуелсіздікке жеттік. Иә, тәуелсіздікке жеттік, иә. Сол себепті сен не салғың келіп тұр? Тәуелсіздіктің суретін салдым. Жарайсың, өте тамаша, өте тапқырлығыңа тәнтімін дейді. Осындай суретті көз алдыңа елестетіп, тәуелсіздікті салам деп өзің жаңағы өте тапқыр жақсы шешім қабылдапсың, иә? Тәуелсіздік туралы сурет саламын деп. Жарайсың. Үйге саған тапсырма болсын, ол ақ параққа әдемілеп тәуелсіз Қазақстанның суретін сала қой, жарай ма? Үйге тапсырма дейді. Осы батырдың мінезі деген, Нұрмет Қабдуллин атамыздың батырдың мінезі деген мәтінді оқиыз. Сосын жаңағы суретті сала қой, иә? Тәуелсіз Қазақстанымызды. Жарайды. Бүгінгі сабағымыз саған түсінікті болды ма, Ақтидар? Түсінікті болды. Иә. Маған қоятын сұрағың жоқ па? Нені түсінбей қалдың, Ақтидар? Сізге сұрағым жоқ. Жоқ па сұрағың? Жарайды. Сенің бүгінгі сабақта өте белсене қатысып, жақсы жауап беріп, сабақты үй тапсырмасын жақсы орындағанды қорыта келе мен саған үлкен смайликпен бағалаймын, Ақтидар. Өте тамаша, бүгін мен саған 10 балды деген баға қоямын. Күнделігіңді аша қой, Ақтидар. Жарайсың. Өте күліп тұрған смайлик саған. Бүгін саған ризамыз. Иә? Осымен Ақтидар сабағымызды қорытамыз. Өте керемет.